Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін біз өте оңай және тез дайындалатын, және мен үйде көп жасайтын печенье түрін сіздерге көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге 2 жұмыртқа керек, және 150 грамм қант. Қант ерігенше әбден осылай неғыламыз, араластырамыз. Әбден 10 минуттай араластырған жақсы болады. Және мына жарты пиалайдай қаймақ 20%-тік араластырамыз. Және жұмсарған сары майды саламыз. Тоже көп емес, көріп тұрғандарыңыздай. Полный рецепті описанияда қалдыратын боламын. Және ұн, ванильный сахардан 1 қасық шай қасықпен, және қопсытқыш тоже 1 қасық толтырмай саламыз. Бұл печенье өзі бір сондай үгітіліп тұратын әдемі печенье болады, әрі жұмсақ болады. Біз ылғи үйде осы печеньені жасаймыз. Жұмсақ қамыр елеп аламыз. Сөйтіп 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Жиырма минут өтті, міне тоңазытқыштан алдық. Сөйтіп 30 граммнан өлшеп аламыз. Егер үйде таразы болмаса, өз қалауларыңызша әйтеуір бірдей болса болды. 30 граммнан осылай домалақтап, шли жұқа емес, 1 сантиметрдей где-то несі қалыңдығы сондай болады. Сондай форма жасап алып, противенге саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұқа болса қатырлап қалады, сондықтан өстіп қалыңдау қыламыз. Міне пісті, 180 градуста 10 минутта дайын болады. Шли қатты күйдірмей алып аламыз. Және бұл печеньені біз үйде бетін әрлейміз. Сонда жай печенье болмайды, өте дәмді, тіпті тәтті тоқашқа ұқсап кетеді, пирожныйға ше. Мына сгущенкаға батырып, сосын грек жаңғағына үгітілген бетіне жағып алдық міне. Және де басқа да бетін қалай әрлесеңіз де өздеріңіз білесіздер. Бірақ сонда жай печеньеңіз ерекше әдемі тәтті тоқаш болып шыға келеді. Мына жерде өріктің пюресі, оған батырып, қантқа батырып, тағы да солай әрлеп алдық. Мына жерде шиенің шырыны, оған да бір батырып, қантқа батырып, оны да бір әрлеп алдық. Сонда бір печеньеңіз әртүрлі, бетін әрлесеңіз әртүрлі де болып шығады, и дәмі де әрқандай болып шығады да. Шоколадпен әрлесеңіз де болады. Қазір менде шоколад болмай тұр, сондықтан осылай әрлеп алып, шайға жасап ішеміз. Міне осындай әдемі печенье болады, жасап көріңіздер. Өте дәмді, томпақ печеньелер. Құрметті достар, лайк басып, комментарий жазып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелген менің подписчиктеріме үлкен рахмет. Міне осындай әдемі печенье болады, шаймен өте күшті кетеді. Дастарханға қойғанға да әдемі болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Дәмдес каналы. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.